Ассаламу алейкум баршаңызға. Бүгін біз сіздермен жеңіл тез жасалынатын 3 қаназақтан тұратын майонезсіз салат жасап үйренетін боламыз. Рецептнасы каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең әуелі біз осы капустаны, менде кішкентай капуста, соның жарты бөлігін 4 бұрыштап турап алатын боламыз. Содан соң сәбізімізді үкіштен өткізіп, ұзынша етіп өткізіп аламыз. Енді қиярымызды да міне осылай кішкене ірілеу қылып тураймыз. Көк шөбімізді де осылай майдалап тураймыз. Енді салатымызға қантымызды, тұзымызды және қызыл тәтті бұрышымызды қосатын боламыз. Келесі біз кориандр, қара бұрыш және де мен бұл жерде сухой чеснокты пайдаландым. Сіздер свежий түрін пайдалансаңыздар, 1 штук чеснок жетеді бізге. Осылардың барлығын специяларды ортаға жинайтын боламыз. Содан кейін уксустың өзінің колпачогымен жартысы жеткілікті болады. Аз мөлшерде қосыңыздар. Содан кейін осылардың барлығын үстіне қысып тұрған сұйық майымызды құямыз. Қолдарыңыз күйіп қалмасын, перчаткамен осылай араластырасыздар. Салатты жақсылап араластыратын боламыз. Міне бізде осындай табиғи ташатын өте жеңіл салат дайын болды. Егер де рецепт ұнаса, каналға тіркелуді және лайк басуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.